Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге баклажаннан өте дәмді болып шығатын және де оңай салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге баклажан, помидор, кинза, чеснок, сұйық май қажет болады. Аз ғана заттардан өте дәмді салат шығады. Баклажанымызды осындай үлкен-үлкен бөлшектерге турап аламын. Қатты кішірейтпей қойыңыздар баклажанды, өйткені ол піскен кезінде тағы да кішірейіп кететін болады. Сол себепті үлкен-үлкен кусоктарға бөліп тураймыз. Және де айта кететін, мен баклажандарды майға қуырмаймын, духовкада пісіретін боламын. Майға қуырған кезінде баклажан майдың барлығын өзінің бойына сіңіріп алады да, салатымыз өте майлы болып кетеді. Сол себепті мен духовкада жасағанды жөн көрдім. Және де қуырған кезінде барлық жаққа май шашырайды. Осылай духовкада пісіріп көріңіздер. Баклажандарымызды турап ыдысымызға саламыз. Достар, мен каналыма тіркеліп, поделиться батырмасын басып достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Міне барлығын турап алдық. Енді дәміне қарай тұзын саламыз. Және де майын құямыз. Майын кішкене молырақ құйыңыздар, өйткені піскен кезде өте құрғақ болып қалмас үшін кішкене майын көбірек құямыз. Мен барлығын көз мөлшерімен жасап жатырмын. Салатқа керекті заттарды описание бөліміне жазып кетемін, сол жақтан қарасаңыздар болады. Міне духовкамызды 200 градусқа қыздырып қоямыз да, қызған духовкамызға баклажанымызды 15 немесе 20 минутқа салып аламыз. Өздеріңіз духовкаларыңыздың қызуына байланысты тексеріп тұрасыздар. Кейбір духовкалар тез пісіріп қояды, біреулер ұзақ пісіреді. Баклажанымызды салып, қызарғанша ұстайтын боламыз. Енді кинзамызды турап, помидорымызды, чесногымызды турап, баклажан піскенше барлығын дайындап қоямыз. Чеснокты майдалап турай саламыз. Көп заттарды қажет етпейді, бірақ өте дәмді болып шығады. Және жасалу жолы да өте оп-оңай. Помидорды да кішкене үлкен-үлкен қып турай беріңіздер. Егер чеснокты ұнатпайтын болсаңыздар, бір зубчик қана қоссаңыздар болады. Негізі бұл салаттың дәмін келтіретін осы чеснок пен кинза өте жақсы дәм береді. Мен 2 зубчик чеснок қосамын. Міне 20 минутта мен баклажандарым пісті. Қазір піскен баклажандарымызды ыдысқа саламыз. Осылай қызарғанша ұстайсыздар. Кішкене осылай қызарғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Міне баклажанымыздың үстіне помидорымызды, кинзамызды, чесногымызды саламыз. Және осы кезде 2 ас қасық соевый соус қоссаңыздар болады. Менде үйде соевый соусты ұнатпайтын болғаннан кейін мен соевый соусты құймадым. Салаттың иісі өте керемет болып шығып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі жолы кездескенше сау болыңыздар.